біз енді үйді алып, оны ремонттап, дайын мебелімен, техникасын қойып, пердесіне ішін іліп, кілем төсеп, мысалы, солай сатамыз ғой үйді. Төсегіне дейін салып береміз, дұрыс па? Сатамыз да. Дәл осыдан 4-5 жыл бұрын бұндай үйлер болған жоқ. Бұндай үйлер болған жоқ. Осындай форматта сату ма? Бұндай үйлер болған жоқ. Бұл сол кезде, мысалы 4-5 жыл бұрын өзім үй іздеп бастаған кезде, енді ремонтмен үй іздедім, өзім тұрғым келді, ауылдағы үйімді сатып бердім. Сол кезде орыстардың ескі үйлері, тұрып кеткен үйлер, ескі ремонтымен, жаңағыдай адамдар сол үйінде қимайтын ғой сатуға. Жаңағы анау люстрамды алып кетем, анау кроватымды алып кетем дейді. 40 жылға бір заттарын қимай, жаңағыдай нотариуске барғанда ұрсып, сонда адамдар қимай сататын да. Потому что ол кездер енді үй жоқ болды. Содан мен бір әпкеміз Турциядан үй алады ғой. Бір білесіз ба, Қарақат бәрі жаңағы Турцияға көшіп, бүкіл қазақтар көшіп кетті ғой Турцияға. Мода болып кетті ғой Турция. Содан мен бір әпкем, туысқан әпкеміз, сол жақтан барып үй алады. Үй алады да ол үйде тұрмайды. Мен айтам, жазда бізге берші, біз енді теңіз жағасына барып балаларымызбен бір ай демалайық. Хорошо, берейін. Сол жерде бір ай тұрамын. Бір ай тұрған кезде сол жердің застройщиктерін барлығын аралап қараймын. Қандай үй сатып жатсыңдар? Ешқандай застройщиктер ол жерде үй сатпайды екен. Жаңа біз сияқты, менің өз үйім сияқты компаниялар ремонттап сатады екен. Мысалы, ол жерге бүкіл әлем келіп алып жатыр үйді. Орыстарда, украиндықтарда, немістерде, қазақтарда барлығы сол жерден жаңағы үй алып жатыр да. Ол жерде ешкім ремонттап жүрмейді. Яғни дайын әдемі ремонтталған новый үйлерді сатып жатыр да. Көрдім іштерін, қандай күшті, әдемі мебель жасап қойған. Ойбай, төсегіне ішіне салып қойыпты. Таң қалдым да мен. Бізде Қазақстанда жоқ қой, алдында үйсеңін ондай табылмаған. Содан қызықтым мен. Неге бізге осылай үй сатпасқа дайын үйлерді? Жаңа көп адамдардың болі не? Ол ремонт жасау, сосын мебель жасау. Ремонт жасағанда көп адамдар лақтырып кетеді, ремонт жасаған өзі ажырасып кетеді, көп семьялар. Қиын ғой енді ремонт жасау. Одан кейін жаңа мебельщиктер қазір көбісі алдап кетіп жатыр, ондай болғаннан адамдар қорқады да, сосын дайын үй алғысы келеді. Сосын мен айттым, неге осыны біздің Қазақстанда жасамасқа? Жасамасқа неге? Сөйтіп, бізде бар екен ондай үйлер, бірақ қымбат үйлер. Дизайнерский ремонт бар үйлер, ол только қымбат, бизнес-класстың үйлер екен. Неге халыққа қол жетімді, осындай әдемі барлығы жасалған, өзі ремонт жасай алмайды ғой адамдар, біздің ремонттан білімі жоқ олардың. Дизайннан білімі жоқ. Осындай халыққа қол жетімді әдемі үйлер неге ұсынбасқа деген менде сондай ой келді. Осыны келдім де Қазақстанға бастап жасадым. Үйімді бастап жасағанда, дәл осындай нәрсемен, осындай қағидамен қойдым.